Балалар, мұқият бәріміз тақтаға қараймыз. Сөз ішіндегі дауысты дыбыстардың бірыңғай жуан немесе бірыңғай жіңішке болып үйлесіп келуін буын үндестігі деп атаймыз. Дауысты дыбыстардың бірыңғай жуан немесе бірыңғай жіңішке болып келуін буын үндестігі деп атаймыз. Үндесіп келуін. Ал енді буын үндестігі бойынша сөздің соңғы буыны жуан болса, оған жалғанатын қосымша да жуан болады. Сөздің соңғы буыны жіңішке болса, оған жалғанатын қосымша да жіңішке болып жалғанады. Ал енді балалар, мына екі бағандағы сөздерді салыстырамыз. Екі бағандағы сөздерді салыстырып, ішіндегі дауысты дыбыстардың жуан жіңішкелігіне ажыратып, сөздерге жуан немесе жіңішке қосымшаның жалғануын түсіндіреміз балалар. Тақтаға шығады. Дәулет, кел ауған. Бірінші сөз оқимыз. Адамда сөздің соңғы буыны жуан болса, оған жуан қосымша жалғанады. Оған жалғанатын қосымша да жуан болады. Керемет, жарайсың Дәулет. Келесі сөзді кім оқиды? Келе ғой, Уалихан келе ғой. Екінші сөзді оқимыз. Табиғаттар. Сөздің соңғы буыны жуан болса, оған қосымша жуан жалғанады. Керемет, жарайсың, отыра ғой. Келесі сөзді кім оқиды? Келе ғой. Талшын келе ғой. Ғажайыптар. Сөздің соңғы буыны қалай болып тұр? Жуан. Оған жалғанатын қосымша қандай болады? Жуан. Оған жалғанатын қосымша да жуан болады. Өйткені сөздегі дауысты дыбыстар жуан болып тұр. Шатастырмаймыз балалар. Жақсы, отыра ғой. Келесі сөзді кім оқиды? Келе ғасырда. Сулы. Сөздің соңғы буыны жуан болса, жуан жалғанады. Өте жақсы, отыра ғой. Келесі екінші бағандағы сөзді салыстырамыз бірінші бағамен. Келе ғой. Дәулет, сен жаңа шықпадың ба? Іңкәр, келе ғой. Шөптің. Енді соңғы буыны жіңішке болса, оған жалғанатын қосымша да жіңішке болады. Сөздің соңғы буыны жіңішке, оған жалғанып тұрған қосымшамыз да жіңішке болып тұр. Жарайсыз, отыра ғой. Келесі сөзді кім оқиды? Келесі сөзді маған оқиды, Бейжан. Көлден. Енді дәлелде ғой. Сөздегі дауысты дыбыстар қандай? Сөздің соңындағы дауыс жіңішке болса, оған жіңішке жалғанады. Сөздің соңғы буыны жіңішке болса, оған жалғанатын қосымша да жіңішке. Сөздегі дауысты дыбыстарымыз жіңішке дауыстылар, иә? Жақсы, келесі сөзді кім оқиды? Маған кел, Кәусар оқи ғой. Енді сөздің соңғы жіңішке болса, оған жалғанатын сөз емес, қосымша да жіңішке болады. Отыра ғой. Келесі сөзді оқиды Фатима. Келе ғой, Фатима. Түйелер. Түйелер. Сөздің соңғы жіңішке болса, оған қосымша жіңішке болады. Буын, соңғы буынымыз біздің жіңішке болса, оған жалғанатын қосымшалар да жіңішке болады. Мұндағы дауысты дыбыстар жіңішке, сондықтан оған жалғанып тұрған қосымшаларымыз да жіңішке болады. Жақсы, Фатима, отыра ғой. Балалар, енді сендерге мынандай тапсырма. Мына берілген сөздердің қосымшалардың жуан жіңішкелігіне қарай сәйкестендіреміз.
маған шығады тақтаға, Назетке шыға қой. Бірінші сөзді оқып, оған жалғанатын қосымшаны сәйкестендіреміз жуан жіңішкелігіне байланысты. Бірінші сөзді оқимыз. Құрылыс. Құрылыс. Ш. Қосымша жауап. Қосымша дұрыс. Келесі маған шығады көркем. Келесі сөзді оқып, қосымшаларды сәйкестендіреміз. Аңдар. Жарайсың. Көркем отыра ғой. Келесі сөзді маған оқиды. Аружан. Келесі сөзді маған Аружан оқиды. Келесі сөзді оқимыз. Көбелек. Оған жалғанатын қосымшамыз қандай болады? Көбелек. Енді сәйкестендірсің енді. Қосымшасын. Көбелек. Тер. Жарайсың. Аружан отыра ғой. Келесі сөзді оқиды маған. Көркем оқи ғой. Тапқырлар. Сөздің соңғы болған. Сөздің соңғы болған. Жалғанады. Келесі. Құспан тілер келе ғой. Сөзіміз қандай? Айла кер. Енді кітабымыздағы 37-ші жаттығуға назар аударамыз. 37-ші жаттығудың тапсырмасын Дәулет оқып жіберші. Тапсырмасы не дейді? Дауыстап. Көрінген орнына тиісті қосымшаларды қойып, сөйлемдерді көшіріп жаз. Бірінші сөйлемді Фатима оқи ғой. Тақтаға жазамыз, қалғандарымыз дәптерге орындаймыз балалар. Фатима оқи ғой бірінші сөйлемді. Құстың ең қырағасы сұңқар. Ал жаза ғой. Қандай қосымша жалғады Фатима? Тың. Сөздің соңғы буыны жуан болса, оған жалғанатын қосымшамыз да жуан болады. Ал жаза ғой бірінші сөйлемді. Үлгіге сай жазамыз. Құстың ең қырағысы сұңқар. Фатима отыра ғой, жарайсың. Қосымшаны дұрыс жалғады. Келесі сөйлемді кім оқиды? Қандай қосымша жалғанады екен? Іңкәр оқи ғой. Дауыстап оқимыз іңкәр. Күн көзіне тура қарай алатын құс тек бүркіт қана. Тақтаға жазамыз, іңкәр өзін жаза ғой. Күн көзіне тура қарай алатын құс тек бүркіт қана. Жылдамырақ жазамыз. Күн көзіне тура қарай алатын құс тек бүркіт қана.
іңкәр отыра ғой, жарайсың.